Something in Medina, something in Medina, ding dang dong, ding dang dong. Сәлем достар, арнаға қош келдіңіздер. Бала кезде Спанч Бобты көп көретінмін. Әрине, жақсы көретін мультигім емес, Человек-паук, Аватар немесе Шаман Кинг одан да жақсы болатын. Алайда Спанч Боб басталғанда көруге қарсы емес болатынмын. Сөйтіп, жақында бұл сериал әлі шығып жатқанын білдім. Мен сияқты сіз де таңғалған шығарсыз. Алайда ол бұрынғы сезондардың қайталануы емес. Nickelodeon жаңа сериалдарды әлі шығаруда. Осы жаңа сериаларға арналған комменттерді оқыдым. Кейін өзім көрім келіп кетті. Міне бір коммент. 4 жыл бұрын көргем, қызықты болатын. Қазір трэш әзілімен қоса наркоманский сериалдар көп шықты. Әрине осы отзывтан кейін жаңа сериаларын көргім келеді. Кішкене баяндамадан бастайық. Губка Боб экранға шықпай тұрып, Стивен Хилленберг, ол Губка Боб авторы. Теңіз жануарлары жайлы комикс шығарады. Ол өзі теңіз биологы болатын, ал комиксті балаларға теңіз тұрғындары жайлы түсіндіру үшін жасаған екен. Кейін Стивен анимациямен айналыса бастайды. Ол 2 қысқа метражды шығарғанда, оған студия назар аударады. Оны «Жизнь Рокко» деген проектіге шақырады. Ол сразу режиссер, сценарист, қоюшы міндетіне тағайындалып, сериал өте танымал болады. Сериал біткеннен кейін ол жаңа идея, яғни ескі идеясын іске асырады. Қысқасы, осылай Спанч Боб пайда болады. Көңілді, жарқын және мағынасыз мультик. Ол осы сипаттамасымен көрермендердің назарын алады және бір жылда Nickelodeon'да ең танымал мультикке айналады. Алайда 3 керемет сезоннан кейін Спанч Бобтың киносы шығады. Негізі осымен аяқталу керек еді. Осы кинодан кейін Стивен проектіден кетеді. Бір орында қалмай, ары қарай қозғалу керек деп шешеді. Сөйтіп, ол режиссер мен сценарист постын тастайды. Алайда Nickelodeon серияны жалғастырып, көп ақша табуды түсінеді. Спанч Боб өзінің мағынасыздығымен басқа мультиктерден ерекшеленгеніне қарамастан, алғашқы сезондары почти барлық сериалдары қызықты. Кейіпкерлер қызықты, күлкілі сәттері ақымақтарға арналмаған еді. Әсіресе кейінгі сезонмен салыстырсақ. Кейін не болып кеткенін көрейік. Қара сия лимонады деген серия. Лимонад! Міне осы басты проблема кейінгі сезондарда. Кейіпкерлер өте ақымақ болып кеткен. Патрик бұрында дебил болатын, бірақ 2 сөздің басын қосып ақылы бар екенін көрсететін. Қазір оны дебил деуге де болмайтын шығар. Сценаристер кейіпкерді бір ғана сипатпен суреттейді. Патрик дебил, Сэнди ақылды, Планктон зұлым, ал Сквидвард ашушаң және тағы солай. Бұл жерде кейіпкерлер өзгермей бір қалыпты қалады. Сөйтіп, Патрик бизнеспен айналысады. Өткендерге лимонад сатады. Сквидвард бұл лимонад емес, жай су екенін айтады. И Патрикке бұзылған лимон лақтырады. Ал енді қазір ас ішіп отырсаңыздар, біріншіден ас болсын. Екіншіден паузаға қойып, ас ішіп біткенде қосыңыз. Мен ескерттім. Бірнеше дебильный сценадан кейін Спанч Боб Сквидвардты қатты шошытады, ал оның мұрнынан сиясы құмыраға құйылады. Бұл коктейль барлықтарына ұнап қалады. Әрине, Сквидвард бұл жайлы білмейді. Спанч Боб пен Патрик сияны алу үшін ештеңе түсіндірмей Сквидвардты қорқытады. Ножка чернил. Осындай пипецті айттым. Бұрын бұндай пипец көп болмайтын. Қысқасы, тағы бірнеше әртүрлі эпизодтан кейін, мысалы үлкен өрмекші, памперстегі Патрик, немесе Сквидвардтың ағаш мүсіні айтып отыру көп уақыт алады. Бірақ серия немен аяқталатынын көргілеріңіз келсе, Сквидвард бұл бизнес жайлы біліп қояды. Осымен өзі айналысайын дейді. Бірақ бұл соктың қайдан шығатынын тұрғындар білмейтінін ескермейді. Біліп қойғанда бизнес қирайды. Ми айналымы эпизоды. Басты кейіпкерлерді ойлау қабілеті жоқ екенін серияның басында көрсетеді. Теперь ты. Спанч Боб пен Патрик ағашпен стаканчикті ұрып отырады. Алайда бұл экшен теледидардағы хабарландырумен үзіледі. Привет, мозгокруту! Кейіпкерлер бұл жарнамаға беріліп кетіп, келесі күні тапсырысты ашады. Бұл не құрылғы екенін білесіздер ма? Мен де білмеймін. Жарнамада бізге түсіндірмейді, бірақ кейіпкерлер тапсырыс алды. Еменде сұрақ:
сценаристер біледі ма теңіз жұлдызында ми болмайтынын, сол себептен Патрик ақымақ екенін. Жарайды, көретіннің ең жаманы бұл емес. Қысқасы, бұл екеуі өз миларын суырып, квадрокоптер секілді ұшып жүреді. Квадрокоптері бар адамдар әрине басқа адамдар өміріне араласады. Бұл кезде Сквидвардтың терезесі. Сквидвард ұшып жүрген миды көріп шошыған жалғыз кейіпкер. Қалғандарына нормально. Привет, Сквидвард! Пришельцы! Это вторжение! Қысқасы, біздің мисыз кейіпкерлеріміз әртүрлі жолмен көңіл көтереді. Бір кезде миларды шал ұстап, басқа милар отырған бочкаға қамайды. Мына сцена қалай? Патрик пен Спанч Боб өз миларын іздейді. Патрик өзінің миын қолданған памперспен шатастырып, басына салады. Серия ақмақтарға арналған. Сюжет, кейіпкерлер. Мынаны адам жасау мүмкін емес. Ешқашан көрмеулеріңізді тілеймін. Негізі YouTube'та Спанч Бобпен болған қорқынышты эпизодтар көп. Ал жалаңаш Сэнди туралы көп айтылмайды. Мен мультиктегі жалаңашты жақсы көретін фетишист жайлы айтып отырған жоқпын. Негізі олар үшін бір қызықтар бар. Мен мына сцена жайлы. Прости. Ой, нет! В чем дело? Осы кезде Сэнди крабсбургерді ішіне салғанда планктон да кіріп алады. Формуланы білу үшін. Алайда костюмде ауа жоғын ескермей талып қалады. Кейін Сэнди үйге келгенде бізге оны көрсетеді. Наконец-то можно снять эту ерунду. Не нәрсе мынау? Неге сценаристерге бәрі-бір? Біресе Патрик миімен жүр, біресе Сэнди киімін екіге айырады, ал мына кезде бүтін. Әрине, сценаристерге шектеу жоқ, но бұны ақмақтық деуге де болмайды ғой. Қысқасы, планктон оянып, жан-жағына қарап, костюмды ұрлайды. Әрине, крабсбургер құрамын білу үшін. Әдеттегідей қолынан келмей, серия Сэндині экспедиционизм үшін соттаумен аяқталады. Тағы бір сұрақ. Неге Сквидвард іш киімсіз жүріп, оған ешкім мән бермейді? Бір сериясында барлығы жалаңаш болғанда, ол ұялып қалады. Бұл сериалды жасағандар не қабылдайтынын білетін сияқтымын. Мәңгі Клей. Меніңше ең мағынасыз және қызық емес эпизод. Йо-майо, ол жалаңаштан басталады. Жуынуын өте ұзақ көрсетеді. Біз Спанч Боб бірнеше секунд сабын жағатынын көреміз. Кейін қолынан сабын шығып кетіп, құлағанын слоу-моуда көреміз. Алайда ода тағы да бір сабын бар екен. Және тағы да ұзақ жуынуын көреміз. Сөйтіп душтан шығып, киініп, жұмысқа дайындалады. Бірақ әлгі сабынға тайып кетіп, ваннаға құлайды. Ваннадан шығып, тағы тайып кете жаздайды. Қандай керемет сюжет екенін түсінген шығарсыздар. Қысқасы, Губка Боб резинге ойыншықтан кейін сабыннан тайып, сығатын құрылғыда тұрып қалады. Қалай екені белгісіз, Патрик пайда болады. Губка Боб одан көмек сұрайды. Ол қуана дене терісін жұлып, суперклей алады. Вот и все, Губка, теперь ты застрял навечно. Сөйтіп, серия бойы Губка Бобтың қиналғанын көреміз. Ол дұрыс жүре алмай, көңіл көтере алмай, оны жұмыстан қуып, ал балмұздақ жегенде өліп қала жаздайды. Әрине, осыдан кейін Спанч Боб Патрикке қарсы шығады, ал анау ренжиді. Ал қоршаған адамдар Спанч Бобты дұрыс істемедің деп айыптайды. Еске түсірейік, балмұздақты жеп өліп қала жаздайды. Ал мультик бізге ең бастысы дос және жылы жүрек деп айтқысы келеді. Меніңше, бір досыңыз өміріңізге қауіп төндірсе, одан аулақ жүргеніңіз дұрыс. Соңында Патрик досына келгенде, біз өте қайғылы Спанч Бобты көреміз, ағаш болып кеткен сияқты. Что смотришь? Любимое шоу. Самое интересное. Содан Патриктің көзіне жас толып, бір тамшысы клейге құлайды. Сөйтіп досы құтқарылады. Сөйтіп достығы жаңарады. Бұл эпизод ақмақтығымен, сюжетімен маған тағы бір серияны еске түсірді. Тікен деген серия. Ол жерде Патрик көмектесудің орнына одан да қатты жағдайды құртады. Сол серияда Губка Боб серияның басынан аяғына дейін тікенмен жүреді. Ал оны жай ғана суыра салу керек еді. Ақыры ең ессіз эпизод. Барлығымен салыстырсақ, Сквидвард кларнет әлемінде. Серия кәдімгідей басталады. Сквидвард жұмыс күнін аяқталуын асыға күтеді. Кларнетте ойнау үшін. Бұл инструментті жақсы көретінін білетін шығарсыздар. Бірақ оның шыдамы таусады. Бір қонақ кларнетін құртқан кезде. Сонда ол мистер Крабске шағымданады.
ал ол қызметтеріне арналған бір сейф береді. Сейф кішкене шаң басқан болады, сонда губка Боб өзі тазалап шығады. Тазалап қана қоймай, ішін кеңейтіп жібереді. Сквидвард таң қалып, ішке кіріп, жәшіктер бөлмесіне кіреді. Кларнетіне еш қауіп төнбейтінін көріп, жұмысқа кіріседі. Жұмыс кезінде ол сейфтен шыққан дауыстар естиді. Қорыққаннан ол ішке кіріп, затын іздейді. Осы кезде пипец басталады. Қалай екені, Сквидвард Кларнет әлеміне кіреді. Бұл әлемді Спанч Боб жасады ма, жай көзіне елестегені ма белгісіз. Осы әлемде ол ғайып әлеміндегіндей мистификацияға тап бола береді. Мысалы, үлкен бүркіт Сквидвардты ұстап, ас қорыту жүйесіне жібереді. Ал ішінде айнаға толы бөлмеге түседі. Негізі айна деуге болады ма, өйткені қайталау дұрыс емес, басқаша. Бұны түсіндіріп отыру мағынасыз. Бұл тек сценаристердің тыйым салынған нәрселерге ақшалары бар екенін дәлелдейді. Өйткені олар әлі жаңа идеясы жоқ қызық емес сериалар шығара беруде. Ақшаның артынан қуып, күлкілі сериалдың осындай болып кеткені өкінішті. Осымен бітті достар. Арнаға тіркеліп комментарий қалдырыңыздар. Қазақша YouTube дамысын.